Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін үй жағдайында өте дәмді болып шығатын балмұздақ жасаймыз. Ол үшін бізге бар болғаны 2 банан ғана қажет болады. Бананды видеодағыдай осылай ашып, дайындап аламыз. Тәрелкеміздің бетіне осындай пленка төсеп аламыз. Банандарды осылай майдалап тураймыз. Бір-біріне жабысып қалмас үшін алыс орналастырамыз. Бетін пленкамен жауып, 1 сағат көлемінде мұздатқышта қатырамыз. Мінекей, менде 1 сағат уақыт өтті. Блендерге салып, 100 грамм сүт құямыз. Және 1 ас қасық бал саламыз. Видеодағыдай енді блендермен араластырамыз. Мінекей, осындай көпіршік өте әдемі болып шығады. Менде осындай дайын формалар бар. Егер сізде дайын форма болмаса, кәдімгі 1 реттік стаканға құйсаңыз да болады. Артылғанын осындай тәрелкеге салдым. Қалауларыңызға қарай ішіне шоколад, әртүрлі жаңғақтар үгітіп салсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Мен осылай жасадым. 2-3 сағатқа қойып қоямыз мұздатқышқа. Мен 1 түн қойып қойдым. Мінекей, қараңыздаршы, қандай керемет, тура дүкендегідей болып шығады. Сіздер де үй жағдайында балаларыңызға, жақындарыңызға осылай жасап берсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Соңына дейін қарағандарыңызға көп-көп рахмет.